Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын дәмі керемет болып шығатын пахлава пирогын бөлісемін. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығады. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарыуызын, сосын қаймағымызды 20% бөлме температурасында сары майымызды қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді електе өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрахителімізді қосып, жаңағы ыдысымызға салып, қолымызбен жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осындай болып шығады. Енді мешокқа салып, начинкасы дайын болам дегенше мұздатқышқа қойып аламыз. Енді начинкасын дайындау үшін осындай қантымызға жұмыртқаның ақуызын қосып, осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай аппақ көпіршік болып шығады. Енді грек жаңғағын блендермен немесе оқтаумен майдалап езіп аламыз. Енді дайын болған грек жаңғағын жаңағы жұмыртқаның ақуызымен қантымызға салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді мұздатқыштан жаңағы қамырымызды алып, 2 бөлігін теңдей етіп, 3-ші бөлігін үлкендеу етіп кесіп аламыз. Қолымызбен осылай дөңгелек етіп форма жасап, бірінші үлкеннен бастап жұқа етіп қамыр жайып аламыз. Енді үлкенін формамызға салып алып, осылай шет жағының барлығын жоғарыға қарай қолымызбен басып шығамыз. Енді начинкамызды 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін астыңғы бөлігіне салып аламыз. Барлық қамырға жететіндей етіп жайып аламыз. Енді қамырымыздың 2-ші бөлігінде дәл солай жұқа етіп жайып аламыз. 2-ші қамырымызда табаға бір текті етіп орналастырып, шет жағының барлығын осылай жабыстырып шығамыз. Екінші бөлікті начинкамызды барлығын салып алып, оны да жан жағын барлығына жететіндей етіп жайып шығамыз. Енді соңғы қамырымызды да дәл солай жұқалап жайып алып, жаңа формамыздың беткі бөлігіне қойып аламыз. Шет жағының барлығы ашылып кетпеу үшін осылай қолымызбен жақсылап жабыстырып шығамыз. Беткі бөлігіне начинка салмаймыз. Жабыстырып шыққаннан кейін осындай пышақпен қатты баспай жаймен осылай кесіп шығамыз. Кесіп болғаннан кейін пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын барлық бөлігіне жететіндей етіп жағып аламыз. Енді грек жаңғағын осындай толық күйінде пирогымыздың үстіне қойып шығамыз әсемдік үшін. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз ыстықтай пісіп шықты. Енді жаңа кесілген бөлігінен толық қаттырақ етіп кесіп аламыз. Енді пирогымыздың беткі бөлігіне жағу үшін еріген сары майдың үстіне қолдың балынан 3 ас қасық салып алып, екеуін жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне бүкіл жеріне жететіндей етіп жағып аламыз.
Мінекей біздің осымен пахлава пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, ауызда еритін керемет тәтті болып шығады. Ішінің барлығы толықтай пісіп шығады. Сіздерге кесіп көрсетейін. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, жаңғаққа толы начинкасы. Бір жегеннен ғашық боласыз. Барлығы толықтай пісіп шыққан. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аягөз. Келесі видеода кездескенше.